Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге нағыз пиццериядай болып шығатын өте керемет оригинал рецептісін ұсынатын боламын. Және де пиццаны дайындау барысындағы құпиясымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызға біраз қасық дрожж, біраз қасық шекер, біраз қасық тұз және де бір пиала жылы суымызды құйып жақсылап бәрін араластырып аламыз. Араластыру барысында біраз қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, ұн сеуіп, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырдың бетіне пленка жауып, 30 минутқа қойып қоямыз. Осы арада начинкаларымызды дайындап аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді мұны алып екіге бөлеміз. 2 пицца шығады. Бетіне сұйық май жағып, тағы да 15 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді мұны жұқа етіп жайып аламыз. Мен бетіне дайын аджиканы жақтым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кетчуп немесе аджика жақсаңыздар болады. Және де колбаса қойып шықтым. Және де огурцты майда етіп турап, огурцты сеуіп шықтым. Сіздер начинкасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Помидор сеуіп, және де үстіне сыр сеуіп шықтым. Сырды көбірек сепсеңіздер өте керемет дәмді болып шығады. Сосын 250-300 градуста қызып тұрған пешке салып 5-6 минутта пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Міне достар, пицца дайын болды. Өте керемет шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бұл шынында да өте керемет рецепт. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.